Бәріне сәлем достар, бүгін біз сіздермен тез үй жағдайында дайындалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламыз. Пиццаны пісіретін табаларыңыздың өлшеміне қарай ұн алатын боласыздар. Біздің үйдегі табалардың екеуі де кішкентай, арнайы пиццаға арналмаған, үлкен емес, сондықтан да 250 грамм ұн алдық. Осының үстіне жарты қасық ашытқы, жарты қасық қант және де 4-5 қасық сұйық май құятын боламыз. Осының барлығын тұз қосылған жылы сумен жақсылап орташа қамыр илейтін боламыз. Қатты болып кетпеуі тиіс. Соның бетін жауып шамамен 40 минутқа немесе 1 сағатқа жылы жерге қоя тұрамыз. Қамырымыз әдемі болып көтерілуі тиіс. Қамырымыз көтеріліп болған соң, оны оқтаумен немесе қолымызбен жұқартып жайып аламыз да, пиццаны пісіретін табамызға түбіне май жағып алып, соған салатын боламыз. Содан соң оның бетінен салатын салмасын дайындай берсек болады. Бетіндегі салмасын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Біз алдымен астына кетчуп жағып алдық, содан соң үстіне колбаса мен помидорды қойдық. Кейбір адамдар тіпті картоп, баклажан немесе қиярды да қойып жатады. Біз олай да жасап көрген болатынбыз, өте дәмді болып шығады, сондықтан да жасап көріңіздер. Енді осыны алып алдын ала қыздырылған духовкаға 180 градусқа шамамен 15-20 минутта пісіріп аламыз. Және де пісуіне 2-3 минут қалған кезде бетіне теркадан өткізілген сырымызды себеміз. 2 минуттан кейін сырымыз еріп әдемі болып тұрады. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Пиццаны біздің үйде балалар сүйіп жейді. Сіздер де дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.